Мен Сейткаримова Малике Тұрсымұратқызы, осы оңтүстік Қазақстан облысының тумасымын. Жасым 51-де, дәл қазіргі кезеңде. Ал ауырып, кішкене мазам қашып қалғалы 4-5 жылдың көлемі болды. Диагнозым миастения. Бұл кісі екінші топ қызмет алушысы, диагнозы миастения ауыр ағымы. Бізге 2024 жылдан бастап келіп, жылына 2 рет ем алады. Басында келген халі өте ауыр болатын, кейін осы оңалтудан кейін жағдайы жақсара бастады. Өздеріңіз көргендей көптеген жетістіктерге жетіп жатыр. Дәрігердің нұсқауы бойынша мынау үйіп қала беретін қол аяқтарымызға мелкий моторика дейді ғой. Соны дамыту керек. Осы жерде отырған инструкторлар, міне Гаухар апай мен Мырзаханова Меруерт ханым нұсқаушылары еңбек сабағын бірінші орынға қойып, ол кісілер жаңағы мелкий моториканы дамыту деген дәрігер нұсқауы бойынша осы кісілердің қол өнерінің арқасында, осы кісілердің нұсқауының арқасында мен өзіме қажетті осындай кішкене жұмыстарды үйретті. Мысалға, міне мынадай керемет дүниелерді осы Мырзаханова Меруерт ханым үйретті. Қалай тоқу керек деген сияқты. Мына әрбір моншақтың әрбір несін ұстағанымыздың өзі бізге ем. Емді ала отырып, сонымен бірге қандай әдемі керемет дүниелер шығардық. Бұл жай ғана дүние емес. Бір жағынан ем болса, екінші жағынан міне қазақи этно дүниелерді, осындай керемет заттарды, бұндай дүниелерді осы неге алып келдік туындыларды. Мен 2024 жыл, яғни былтырдан бері октябрь айынан, қазан айынан бастап осы дүниелерді тоқып бастауды үйрендім. Бұны жай ғана тоқып қоймаймыз, бұл сөмкелерімізді сатамыз. Яғни менің дүниелерімнің, мынадай әдемі керемет дүниелерімнің алды Афганистанға кетіп жатыр. Яғни шет елдерінде сұранысқа ие, не только біздің Қазақстан, шет елдерге сұранысқа ие. Средний бағасы дәл осы жерде 10 мыңнан жоғары қарай, алды 30 мыңға дейін барады. Осы жердегі нұсқаушы Меруерт Мырзаханованың арқасында, осы кісінің насихатымен, осы кісінің маған берген мотивациясының арқасында жақында Аламан Құрақ 3, яғни Аламан Құрақ 3 жобасының авторы Нұргүл ханымның бастауымен Алматыда өткен, мұз айдынында өткен 18 шілде күні аламаншылардың осындай құрақ, яғни қошқар мүйізді ши құрақ көрмесі болды. Ол жерде 660 әйел, яғни шеберлер жиналды Қазақстанның 17 өңірінен. Құдайға шүкір бардық, орын алдық, әлемдік рекордтар Гиннесіне еніп қайттық. Міне, әлемдік рекордтар Гиннесіне енді деген 8 мемлекеттің қолдауыменен мынадай ағылшын тілінде сертификат алдық. Алматы қаласынан берілді сертификат. Мынау Шымкент қаласының сертификаты. Мына жерде өзіміздің осы Шымкент қаласының әкімінің сертификаттары, алғыс хаттары. Бұл диагноздың емін бірінші Алла, одан қалса осы Шымкент қаласында орналасқан нөмірі 4-ші арнаулы мемлекеттік қызметтер көрсету орталығының директоры Доспаева Ақмарал Ақылбек қызы басқарып отырған ұжым оңалту орталығының арқасында жақсы ем алдым. Осы жерден өзімнің былайша айтқанда екінші өмірге деген
желанием ашылды. Біздің елде барлық жағдай жасалынған. Сондықтан қандай жағдай болмасын, ойымыздағы менің қолымнан ештеңе келмейді деген сөзді алып тастауымыз керек. Біз мықтымыз. Біздің қолымыздан барлық нәрсе келеді.